Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте жұмсақ оригинал соуспен ресторандағыдай, кафедегідей пицца әзірлейтін боламыз. Ең алдыменен су құйып аламыз ыдысымызға, одан кейін қант, дрожжін саламыз және жақсылап араластырып жібереміз. Кейін оның үстінен ұнымызды саламыз, зәйтүн майын қосамыз. Сосын тұзын салып, тағы да жақсылап қамыр илейміз. Сіздер қолмен илесеңіздер де болады, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Соусын жасау үшін бізге помидор керек, 4-ке бөліп, ыстық суға 20 минут бұқтырып қоямыз. Начинкасы үшін 1 пиязды осылай қызып тұрған майға қуырамыз. Кейін үстінен фаршты саламыз. Фаршты жақсылап, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, үстіне тұзын, бұрышын қосып, кішкене су құйып жіберіп, бетін жауып қоямыз тартылғанға дейін. Кейін болгар бұрышын тураймыз және де сырды теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін помидорымыздың қабығын ашып, теркадан өткізіп, дайын болған фаршымызды басқа ыдысқа сотыға қоямыз. Одан кейін қызып тұрған майға чеснокты араластырамыз. Одан кейін үстіне помидор, прованская траваны қосып, соусын дайындаймыз. Көтерілген қамырымыздың пиццаға арналғандай етіп бортик жасап, соусын салып, фаршын, болгар бұрышын қосып 15 минут 200 градуста пісіреміз. Кейін піскеннен кейін сырын салып, ергенге дейін ұстаймыз. Ас болсын. Сіздермен болған Алтыншаш. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.